Ассалаумағалейкум достар, қандайсыздар? Менен аябай қала туралы жазып жатқандар өте көп болып жатат. Дайректте мен азыр кичине өзүмдүн жумуштарыма байланыштуу, мен ар бириңиздерге жооп бергенге жетишпеймин. Капа болбоңуздар, колдон келишинче жооп бергенге аракет кылам. Буюрса акырындык менен Алматыга көнүшүп жатам. Өйдө ылдый болуп турат, негизи жашоодо баардык нерсе идеально боло бербейт, же мен ойлогондой, же сиздер ойлогондой боло бербейт. Буюрса эми баардыгы жакшы болот деген ойдомун. Кабатыр албаңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Сомкадан чыгып, азыр Полянага келдим. Eskендерден осындай екен. Ал өзі 22-де сағат 9:30-ға шейін жұмыс жасайды екен. Не графигі біздің үйдің қасында бар, өте дәмді. Мен всегда осы жақтан тамақ ішемін. Достар, мен пост салдым. Назар мен Дараға алған кітаптарым жайлы көрсеңіздер болады. Өте қызық. Себебі қазір көп ата-ана балалармен жұмыс жасайды. Өйткені қазір өте көп случай ЗПР, ЗРР, даже өзімізде Назарды күнделікті дефектолог, сенсорик, АФК-ға апарып жүрміз. И бізге обязательно үйге тапсырмалар береді. Больше айналысу керек. Тек сабаққа ғана апарып емес, үйде де соны ары қарай жалғастыру керек. Соған біз қосымша кітаптар алған болатынбыз. Мен енді постта көрсетіп кеттім. И қазір стористе де көрсетейін. Мүмкін ата-аналарға пайдасы тиіп қалар деген оймен сіздерге көрсетіп жатырмын. Мен өзім негізі жаңа бала дегенді рекламадан көріп қалған болатынмын. И солай заказ бердім. Ұшып кетті. Ұшып атқан жоқ қойды бір видеода. Ятпақ қалмасын. Қазақтың Рафаэллосы ғой негізі. Қайырлы кеш, құрметті достар. Мен просто құртты алып тастап, болмаса жұтып қойып сөйлейін десем, дәмі тіл үйренерлігі соншалық. Құртты сорып тұрудан мен қолым босамай жатыр. Мен дәл қазір Ләззат әпкемнің үйіне келіп отырмын. Бұл жерде тұрған құрттардың бәрін сіздерге ұсынғым келіп жатыр. Бұл жерде сіздер 1 кило мен 100 кило аралығында тапсырыс бере аласыздар. Құрттардың түрлерін сіздерге бір көрсетейінші. Менің ойымша құрт деген нәрсе ол барлығының атауы бір мәтсем, сөйтсем, оказывается түрлері көп бөлінеді екен. Мына жерде тұрған копченый құрттар, мына жерде тұрған кубик деген құрттар, мына жердегі құрттың есімі жаңғақ. Жаңғақ құрттар. Және де таблетка құрттарымыз.